Йоу, сәлем, бол бақа ньюс. Еба! Бұл сөздерді айтпаған қай заман? Жаңалықтар не болып кеткен ебать? Нұр-Сұлтан қайтадан Астана болып кеткен ба? Елімізде біраз өзгерістер болып жатыр по идее. Жақсы, көп сөзбай Қосанов сияқты жоқ болып кетіп, қайтадан фык деп ат шыққан бақа. Бұйырса жарамыз. Кеттік, бәрін тастап. Таста. Министр Мусин телефонмен звондайтын алаяқтармен қазақ тілінде сөйлессін дейді. Базар жоқ, министр, ал ол алаяқтарда менің номерім вообще қайдан пайда болды? Соны шешуге болмай ма? Біреу ЖБ біздің номерларымызды сатты оларға. Ал ана телефонмен звондап заебал шығаратын мошенниктермен мен тек бір тілде сөйлесем. Пошел нахуй тілінде. Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер ретінде Жигули Дайрабаев деген кісі келіпті. Қазақстандықтар атыңыз Камри 70-ка болса дауыс берер еді, ал бұлай шанс жоғау. Танымал әнші Төреғали Төрәлі Көлсайдың маңында бір гитті дұрыс қарамады деп оны ұрып жіберіпті. Вообще, чё за әңгіме дұрыс қарамадың деген? Қалай қарау керек сонда? Аузыңды ашып па Төреғали түкірсін деп? Ал Төреғали, сен енді штрафыңды, Төреғали. Алматының колледждары мен жоғары оқу орындарын Қонаев қаласына ауыстырылады деген жоспар бар. О, міне керемет жаңалық. Ато студенттер келсе, Алматыда пробка, квартира қымбат заебал, общагада орын жоқ. Зато жаңа жерде күшті общагалар салынып, барлық студенттер бір жерде болады. Сабақтарыңды оқыңдар, главное, жалпақпас болмай. 72 жасар саяхатшы 8000 шақырым жерді жаяу жүріп, Ақтауға жетіп қалыпты. Өз саяхатын Ұлытау облысынан бастаған саяхатшы атамыз бүкіл Қазақстанды жаяу өтіп шығып келе жатыр. Ал менің роднойым Айбек не то что бүкіл Қазақстан, мусор шығаруға ерінеді ғой. Біля, Айбек көтін көтерді, мусор шығарып келші бар. Бүгінге осы. Менің парақшама лайк басып, комментарий жазып, өзіңнің достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Все, бостан бос ютубта шеремей кинотеатрге барып, дос Мұқасан киносын қара. Нихуевый.